Қайырлы күн, құрметті YouTube көрермендері. Сіздермен бүгін Тарих мектебі каналы Ғұлама ғұмыр айдарын жалғастырады. Ғұлама ғұмыр айдарының бүгінгі кезекті тұлғасы бала кезінен Ғабдулғани деп аталып кеткен Қаныш Имантайұлы Сәтпаев туралы болмақшы. Қаныш Имантайұлы шын аты Ғабдулғани. Оны анасы еркелетіп Қаныш дегеннен соң айтыла Қаныш болып өзгертілген. Жалпы Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаушы, қазақстандық металлогения ғылымының негізін салушы, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясын ұйымдастырушылардың бірі әрі тұңғыш президенті, сонымен бірге Қазақстан ғылым академиясының академигі, Тәжікстан ғылым академиясының құрметті мүшесі, қоғам қайраткері, КСРО мемлекеттік және Лениндік сыйлықтарының лауреаты тағы бар. Қаныш Сәтпаев Павлодар облысының Баянауыл ауданында туған. Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым Павлодардағы орыс қазақ мектебінде, кейін Семей мұғалімдер семинариясында білім алады. Бала кезінен әкесінің еңбекті адамды өлтірмейді, жігерлендіреді, көкірегіңді оятады деген сөзін санасына тоқып өсіреді. Бала Имантай оқу мен білімге өте ғашық болып, өзінің денсаулығына қарамастан жоғары білімге ұмтылуын тоқтатпады. Павлодардағы орыс қазақ мектебінде, кейін Семей мұғалімдер семинариясында, Томск технология институтының Тау-кен факультетінде білім алған. Павлодар облысының Баянауылдағы ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым кейін өзінің білімін Семей мұғалімдер семинариясында, Томск технология институтының Тау-кен факультетінде жалғастырды. Осы кезеңдерде Мұхтар Әуезов сынды көрнекті қайраткерлермен бірге оқыған. Шәкәрім Құдайбердіұлымен тығыз байланыста болып, оның шығармашылығы жоғары бағаланған. Алаш қозғалысы қайраткерлерінің іс-әрекетіне қолдау білдіріп отырды. Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың өмірінде өте үлкен орын алған тұлға оның ұстазы және оның зеректігін ең алғаш байқалған Томсктегі академик Усов болды. Осы Усовпен тығыз байланыста өткізген студенттік жылдарым оның терең және заманауи геологиялық идеялары, оның геологтарға және туған Сібірдің табиғатына сүйіспеншілігі, оның тұлға ретіндегі және ғалым ретіндегі тартымдылығы маған көп әсер етті. Осындай ізгі кісіге ұлы орыс халқының ардақты ұлына шексіз алғыс айтамын деп өз еңбегінде жазып кеткен. Қаныш Сәтпаев ең алғашқы қазақ тілінде алгебра кітабын жазушы тұлға. Ол болашақ академик 1642 беттен тұратын қазақ тіліндегі ең алғашқы оқулықты өзінің мұғалімдік семинарияда жүрген шығармашылығы ретінде ұсынған. Сонымен қатар қазақ орта мектебінің оқушыларына арналған алгебра оқулығын дайындап, 1931 жылы Затаевичтің 500 қазақ әндері мен күйлер жинағына Сәтпаев өзінің музыкалық мұрасының 25 әнді орындап, орыс тілінде ғылыми түсініктеме енгізіп кеткен. Қаныш Имантайұлы Сәтпаев Ғылым академиясының геологиялық ғылымдар институтында, еліміздің ең үлкен техникалық оқу орны Қазақ ұлттық техникалық университетіне ол кісінің атауы берілді. Алатау жотасындағы мұздық пен шың, Қаратаудағы Ваннади кен орнынан табылған Сәтпаевит минералы академик Сәтпаев гладиолусы гүлі деп аталып кеткен. Ең алғашқы Қарсақпай мыс кен орны осы Қаныш Сәтпаев ашқан ең алғашқы минералогиялық түсті металлургияның орталығы болып есептеледі. Ол осы еңбегі үшін де ғылым докторы атағын алды. Көп ғасыр тарихы бар қазақтардың арасындағы тұңғыш геолог атанған Қаныш Сәтпаев Жезқазған және Қарсақпай ауданындағы басқа да пайдалы қазбалар кен орындары геологиясын зерттеді.
Сәтбаев геологиялық барлау жұмыстарын жүргізіп, оның жетекшілігімен бұрғылау мастерлері, сызба сызушылар, прорабтар және тағы да басқа кадрлар қалыптасты. Қазақстандық ғалым Жезқазған мыс кен орнының қоры бұрынғыдан әлдеқайда көп екендігін дәлелдеді. Осы жаңалығы үшін оған 1940 жылы Кеңес Социалистік Республикалар одағының жоғарғы мемлекеттік наградасы Ленин орденін берді. Кейінірек оған тағы да 4 орден табыс етілді.